Бүгінгі мен зерттеушімін байқауына зерттеу жұмысымызды бірге бастаймыз. Балалар, көктем мезгілінде жаңбырдан кейін пайда болатын кемпір қосақты жасаймыз. Ол үшін бізге керекті заттарымыз ақ түсі, мінекей, түрлі түсті бояулар және жан-жаққа шашылатын мінекей боямақты көпіршікті затымыз. Ендеше біз зерттеу жұмысымызды бірге бастаймыз. Бізге кемпір қосақты жасау үшін, пайда болу үшін бізге не қандай зат керек екен? Сүт керек, тағы да краска. Түрлі түсті бояу, дұрыс айтасың. Одан кейін көпіршікті затымыз керек екен, иә? Ендеше біз бастаймыз. Балалар зерттеу жұмысын бастаған кезде техникалық қауіпсіздік ережені сақтауымыз керек. Бір-бірімізге бояуларды шашуға болмайды. Түсінікті ғой? Төкпей, жан-жағымызды құртпай, тазалықты сақтап жұмыс жасаймыз. Біз сүтті ыдысымызға құямыз, мінекей. Екі ыдысымызға құйып аламыз, мінекей. Бояуларды бояймыз. тамшылатамыз. Шашылатып. Шашылатамыз. Ай, жарайсыңдар. Қандай түспен істеп жатсыңдар, Аделя? Қандай? Сен кіші, Аделя? Жасыл түспен істеп жатыр екен, жарайсыңдар деземіз. Жарайсыңдар. Шашылып жатқан кемпір қосағымызды көпіршікті жан-жаққа айналдырып кең әлемді аламыз. Біз бүгін судың қасиетімен танысамыз. Бізде ол үшін тәжірибеміз керек. Су, жұмыртқа, тұз керек. Ендеше біз тәжірибемізді бастаймыз. Ең алдымен 3 стаканымызға суды құйып аламыз. Бұл жай су. Шөліне құйып берейін ең алдымен. Жұмыртқа жайлап сала ғой. О, жарайсыңдар. Балалар, жұмыртқа батты ма, батқан жоқ па? Қатты батты ма, батқан жоқ па? Неден батқан жоқ, дұрыс айтасыңдар, ол жай су болғандықтан. Балалар, бізге енді Альбина екінші тәжірибеміз тұзды саламыз. Қасықты бір, тағы сал, тағы сал. Сала. Тағы сал. Соңына тек оң араластырамыз, араластырамыз. Балалар, неше мәрте салып біз екінші бокалымызға, кәні? Оң мәрте, біз айтасың, оң мәрте салып біз, енді жақсылап араластырып аламыз, Суымыздың түсі өзгерді ма, өзгерген жоқ па? Өзгерді, міне ақшыл түске өзгеріп кетті. Суымыз түссіз болатын, екінші стаканымыздағы суымыз құмар түске, сұлу түске боялып кетті. Енді Айзере екінші жұмыртқамызды салып көрші сен, бата ма, батпай ма екен? Қан көрейік. Қан батпа, батқан жоқ па? Көріңдерші? Айзере сала ғой. Шықасы сала ғой. Бір. Қанай бәрі? Екі. Үш. Өте жақсы жарайсың. Айзере, дені қозай ғой. Қозай ғой. Әден араластырамыз, балалар. Қараңдаршы, бірінші жұмыртқамыз батыңқырап тұр. Екінші жұмыртқамыз батма, батпайды ма? Батпай тұр екен. Ал енді үшінші жұмыртқамыз қалай болады екен, бейші? Ал абай Айзере. Аделя, сән жұмыртқамыз батыңдыршы. Тамашасына керемет, батма, батқан жоқ па? Ол балаласын тұр екен, Салғанымыз, шетін суға салған жұмыртқамыз батты ма, батып тұрған жоқ па? Ай, жарайсыңдар. Екінші тұз суға, 10 қасық тұз суға салған жұмыртқамыз батты ма, батып тұрған жоқ па? Батып тұрған жоқ дейді, дұрыс айтасың, Айзере, батып тұрған жоқ. Ал біздің үшінші 3 қасық салған аз тұз суға салғанымыз батты ма, батып тұрған жоқ па? Жарты. Ортасында тұр. Ау? Ортасында тұр. Дұрыс айтасың, Бекасы, ортасында тұр екен, Мінекей судың қасиеті бар екен. Өте жақсы. Судың қасиеті араласқанда түске бояп кетеді екен, араласпаса жай су күйінде қалып кетеді екен. Өте жақсы, жарайсың.